Сәлеметсіздер ма, құрметті көпшілік қауым. Көпшілік дейтін себебім, бұл видеоны үлкен де көреді, кіші де көреді, құрбы құрдастар, жастар да, кәрілер де көреді. Сондықтан арнайы аудиторияға емес, жалпы көпшілікке арнап түсірілген етін. Бұл да не айтқым келіп отыр? Мұнда қазақтың осы өзімнің видеодағы ютубтағы видеоларымның тақырыбы, негізі каналымның тақырыбы қазақтың би шешендері жайлы. Және олардың небір ойға түрткі салатындай, ойланатындай, әзілдеп болса да жақсы жеткізетін тұстары көп. Айтқыштар мен шешендер өте көп болған ғой қазақта. Мысалы, басынан бастағанда Мөңке би, одан Жиренше шешен, Аяз би, Әнет баба, Асан қайғы, Жиенбет айтып отырсаң, өте көп екен. Мен бұны неше уақыттан бері, осы бірнеше жылдар бойы анда-санда бір көріп жүрдім, оқып жүрдім, көңіліме тоқып жүрдім. Бірақ кейбір сондай бір жақсы сөздерді сіздермен бөліскім келген себебі соның бір Әнет бабаның айтқан бір ауыз сөзін сіздермен бөліскім келді. Жалпы жеті жарғымен қатар жеті қазына, жеті ата, жеті жұрт, жеті ғалым, жеті хақ деген секілді ұғымдардың көбі сол Әнет бабаның есімімен тығыз байланысты. Дүниеде неше түрлі жетім бар деп сұрағанда Әнет баба айтыпты. Дүниеде жеті жетім бар. Олар мыналар: сөз жетім ынтаменен тыңдалмаса, бөз жетім киілместен тозған болса, жер жетім иесі жоқ қалған болса, ел жетім жақсы басшысы арман болса, көл жетім қазғонбаса, құстар ұшып, ер жетім жеке қалса, тізе құшып, болмаса замандасың тойға барма, басыңда жалғыздықтың торы түсіп деген екен. Қазақ жеті жоқ деп Әнет бабаның тұсынан мына нәрселерді айтады. Аспанда тіреуіш жоқ, жерде сүйеуіш жоқ, таста тамыр жоқ, тасбақада тамақ жоқ, аққуда сүт жоқ, жылқыда өт жоқ. Халқымызда жеті қазына деген ұғым бар. Әнет бабадан былай деп сұрапты: жеті қазынаға нелер жатады деп. Сонда ол кісі мүдірмей жауап беріпті. Жеті қазына олар әйел, ер жігіт, ілім білім, жүйрік ат, қыран бүркіт, берен мылтық және алғыр ит деген екен. Соны айтқанда біреу тұрып: баба, қазақта тағы бір мақал бар ғой, бала белде қатын жолда дейді. Ер жігіт әйелді жаудан барып олжалап алады, айттырса қалың малына 40 жыл қайдап апарып береді. Бұл шығын ғой. Қазақта тағы бір мәтел бар: қойныңдағы қатыныңа сенбе, астыңдағы атыңа сенбе деген. Тағы айтады ғой: атың жаман болса сатып құтыларсың, қатының жаман болса қайтып құтыласың деген. Соған қарағанда әйелді жеті қазынаның бірі деп айту дұрыс бола қояр ма екен дейді. Сонда Әнет баба: әйел жеті қазынаның бірі ғана емес, біріншісі болуға тиіс депті. Дүниедегі барлық тіршілік атаулының анасы әйел. Сондықтан оған тіл тигізуге де, қол тигізуге де болмайды. Пайғамбарымыздың өзі әйелдерді қатты құрмет тұтқан. Ал бірді екілі ауылдың бейпіл ауыздары әйел туралы жаман сөз айтар болса, ондайларға тыйым салу керек деген екен. Міне, қазақтың салт дәстүрінің түп тұйқы сол заманнан бері келе жатыр екен. Осындай бір жақсы көңілге қонымды, жастарға тәрбие беретін, үлкендерді ойландыратын сөздер, шешендік, ақындық сөздер бар кітапты мен осы үйде 10 шақты, 15 шақты жылдар бұрын қайдан пайда болғанын білмеймін, әйтеуір бар екен. Сіздерге көрсетер болсам, сыртқы мұқабасы жоқ, өзі бітіп жыртылған, сарғайған уақыттың кезімен
небір оны мен мына Қытайдың скотчмен бүйтіп кейбір кітаптарды мұқабасы болмағаннан кейін жөндеген түрім. Себебі ішінде өте қазыналы сөздер, жақсы әңгімелер бар. Соның ең басты бірінші парағын сол әйел қауымы үшін, аналар, қыздар, сіздер үшін арнадым. Құдай бұйыртса тағы да жолығып тұрамыз. Бұлардың ішінде не бір қазыналы әңгімелер бар. Кітапты енді көп оқымайды жастар дейді. Біздің қатарымыз көп оқығандықтан ба, көрсем алып жүрем, оны осылай жаңағы сақтауға тырысам балаларға, немерелерге. Айтарым осы, сіздермен келесі жолыққанша сау саламатта болыңыздар.